Инстаграмға кіре қалсаң, лимон ұстаған жұлдыздар, қатысам десең өз еркің, бір қарағанда қалтаңнан бір тиынды ақша шықпайды, тегін, сөйте отырып, айфоннан бастап көлік ұтысына дейін қатыса аласыз. Сонда гиф өткізуші жұлдыздарға бұдан қандай пайда? Оған сенуге бола ма? Түсіндіремін. Сәлем, коронавирус пандемиясына байланысты қазір кез келген адам жиналатын шараға тыйым салынды. Әншілер, асабалар, жалпы тойға қатысы бар өнер адамдары қазір қалай табыс тауып жүргені көптің көкейінде. Әлгі айтып өткен гифтердің қалай ойнатылатынын, әншілердің қалай және қанша ақша табатынына тоқталып өтейік. Мұндай қайырымдылық ұтысқа ақшаны әнші емес, бір топ демеуші блогер шығарады. Олардың мақсаты өзінің Инстаграм парақшасына көптеген адам тарту. Мейлі ол бизнесмен болсын, блогер болсын, аспаз болсын, әйтеуір танылғысы келетін. Сол арқылы кейін дамып, ақша табу үшін дегендей. Осылайша арадағы ұйымдастырушы делдал 100 сондай блогердің басын қосып, олардан 10 мың теңгеден ақша жинайды. Санай келе 10 мыңды 100-ге көбейтсең миллион теңге түседі. Әлгі миллионды лимон деп айтқандары да содан. Бұл миллионды енді не істейміз? Бұл ақшаны ұйымдастырушы әншіге береді. Әнші бұл гифті ұйымдастырып берген адамға өзінің пайызын береді. Бұл жерде әр әншінің пайызы әрқалай есептеледі. Шамамен айтар болсақ 10%, яғни 100 мың теңге ұйымдастырушыға түседі деген сөз. Еңбегі бар, 100 спонсор табу оңай емес. Әрі қарай кеттік, бізде 900 мың теңге қалады. Әнші бұл ақшаға ұтысқа тігілетін бағалы сыйлықтар ала бастайды. Ары кеткенде 200 мың теңгенің бір смартфонын және тағы 100 мың теңгеге қосымша сыйлықтар алады. Онда косметика, ыдыс-аяқ, түрлі техника дегендей әрі қалай қосыла береді. Сонымен біз 900 мың теңгенің 300 мыңын жаратып, қалтамызда 600 мың теңге қалды. Иә, дәл осы сома 600 мың теңге әншінің бұл ұтыстан тапқан табысы. Бұл кезде әнші өз парақшасындағы подписки бөлімінде 100 демеушінің аккаунтына жазылып, ұтыс басталғанда сол миллиондаған оқырманына, сол жақтағы достарына жазылуды ұсынады. Ұтысқа қатысқың келеді деген фолловерлері оның демеушілеріне жазыла бастайды. Алдын ала айтылған адам саны демеушілердің аккаунттарына жазылған соң, әнші ұтыстың өзін өткізе бастайды. Әдетте бұл тікелей эфирде болады. Арнайы рандомайзер аппаратына салып жіберіп, қай қатысушы ұтқанын әп-сәтте анықтай салады. Осылайша ұтыс иелеріне уәде етілген сыйлықтар беріледі. Бұл жерде айта кететін жайт, ешқандай да әнші сыйлықты бермей қояды деп қорықпаңыз. Себебі сол 600 мың теңгеге бола қасықтап жинаған абыройын ол айрандай төге салмайды. Мұнда бәрі әділ өтеді. Бұл жағынан дұрыста шығар. Тойын ол жауып тастадық, концертін ол өткізбейміз, түсінуге болатын сияқты. Бастысы бұл ақшаны әнші халықтан жинап алып жатқан жоқ. Өзі секілді танымал болғысы келетіндердің өз еркімен төлеген ақшасы. Я, менің де еңбегімді көп адам көрсе екен, осындай шығармашылықпен айналысқаныма оң я теріс бағасын берсе екен деген ой. Себебі сіз ешқандай танымал адам болмасаңыз, Инстаграмның алгоритмі бойынша сіз қандай керемет контент жасап жатсаңыз да қызықты айдарына қоспайды, ал оған аудитория керек. Бұдан мен ешқандай сөлекетті көрмеймін. Бастысы дұрыс ақпарат, қызықты контент беру. Сонымен жұлдыздардың қанша және қалай ақша тауып жатқаны жөнінде қысқа ғана ақпаратым осы. Сіздерге ақпарат ұсынған Ардақ. Бұл Ақылтай каналы. Видео қызық болса лайк басып, пікір жазыңыз.